Қабыл болған қажылық. Әу баста ғұламалар ислам доктринасын бекіткенде қажылықты 5 парыздың бірі ретінде атағаны рас. Бұл діннің бөлшектеніп кетуіне жол бермейді. Яғни, мәзһабтардың кей ақидалары бір-біріне қайшы келгенімен, тұтас алғанда бірнеше ортақ ұстынға қатар байланып тұруы тиіс. Сондықтан да мәзһаб та, ақида да, мәдениет те, тіл де алуан түрге бөлінетін мұсылмандар қажылық кезінде бөлектеніп тұратын даралығын бір сәтке ысырып, қағбаны тәуіп еткенде бір тұтастанып кетеді. Тіпті бай мен кедейдің, әйел мен еркектің, патша мен малайы айырып тұратын әлеуметтік айырмашылықтар жойылады. Алланың алдында барлық адам тең. Қас тақуалар мен ақжүрек момындар ғана оның алдында қадірлі деген аяттың мәнін түсінеді. Солай бола тұрса да қажылықтың алыс сапарға аттануға мал дәулеті мен мүмкіндігі мол момындарға ғана парыз еткен. Онда да өлгенше бір рет қана қажылыққа барсаң, парызың өтелген саналады. Орта Азия аймағы Меккеден жырақ жатқандықтан, күні кешеге дейін қажылыққа санаулы момын ғана бара алатын. Ал бұл парызды орындай алмайтын бұқараға ата-анаңды бақ, халыққа қызмет ет, ел жұртыңа ие бол деп альтернативті құлшылық ұсынатын. Мысалы, 16 ғасырда өмір сүрген Шалқи жырау Темір бидің қажылық сапарын тоқтатады. Себебі ол кезде Едіге би дүние салып, ноғай жұрты босып, ел іші бүлініп, Ресейдің қысымы да күн санап артып келе жатқан. Мұндай қилы кезеңде ел жұртыңды көсемсіз қалдырып, сауап іздеп буквалист бола қалатын болсаң, сауаптың орнына күнә арқалайсың. Осыны терең ұққан Шалқи жырау, сен алыс сапарға барып келемін дегенше, ел жұртың босып, мал мүлкі талан-тараж боп бірінің етін бірі жейді. Әй хан ием сұраймын, Тәңіріңнің үйі кебені, Ибрахим Халил Алла жасапты, жығылғанды тұрғызсаң, жылағанды уатсаң, қисайғанды түзетсең, Тәңіріңнің үйі Байтолла сұлтан ием қарсы алдында жасапты деп Темір биге тоқтау салыпты. Қартайған ата-анасын қараусыз қалдырып қажылыққа аттану мен ақырет мәселесін жедел һәм жеңіл жолмен шешкісі келетін дәулетті қазақтарды 19 ғасырда өмір сүрген Шал ақында тоқтатуға тырысқан. Мекке менен Медина жолдың ұшы, алыс сапар дейді ғой барған кісі, ата-анаңды үйдегі құрметтесең, Мекке болып табылар үйдің іші дейді. Шындап келгенде қажылық парыздың өзі тұнып тұрған мистика. Миллиондаған адам алыстан азап тартып келсе де, Құдайға қылығы жаққан біреуінің ғана құлшылығы қабыл болады екен. Соның шарапатынан басқалар да сауапқа молығып, Алланың разылығына бөленеді екен мыс деген сарындағы сырға толы хикаялар жетіп артылады. 19 ғасырдың екінші жартысында Түркістан генерал-губернаторлығында қызмет еткен әскери офицер Ликошин де осындай оқиғаға куә болған кісілердің естелігін жазып алған. Оның 1916 жылы жарық көрген «Полжизнь в Туркестане» атты естелік еңбегінде мынадай қызықты дерек бар. 1839 жылдың жазында Ташкенттің Бесағаш деген ауданында тұратын ел жұрт аяқ астынан дүрлігіп, шұбырып көшеге шығады да, ескі намаз деген қырдағы мешітке қарай ағыла бастады. Әдетте бұл мешітте ораза мен құрбан айттың намазы оқылып, 20 мыңға жуық жұрт жиналатын. Бұл жолы да солай болды. Базарда сабын сатып тұрған бір саудагер мешіттен келе жатқан молдадан: «Молдеке, хабарыңыз жоқ па? Бүгін неге ел жұрт дүкендерін ашық-шашық қалдырып мешітке қарай ағылды? Тыныштық па?» деп сұрады. «Иә, хабарым бар. Жаңа ғана Юсуп Мешкаудың жаназасына қатыстым. Бәріміз қажылығы қабыл болды деп, оның анасына дұға жасап қайттық», деді молда. «Қалайша, расымен біздің Юсупқа сондай бақыт бұйырып па?» деді саудагер. «Иә, өзіміз базарда Құдайдың құтты күні көретін Юсуп мархумға сондай бақыт бұйырыпты. Қажылығы қабыл болып, Алласы алдынан жарылқапты. О, Құданың құдіреті! Тәуба, тәуба!» деп саудагер қолын кеудесіне қойып күбірледі. Негізі оқиға былай болған екен. Жыл сайын бұл аймақтан жүздеген момын Меккеге шәріпке қажылыққа аттанады. Олар ауыр азапты бастан кешіп, мехнаты мол осы парызды әрең орындап келеді. Бірақ мұсылман әлемінің түпкір-түпкірінен жиналып барған осыншама нөпір халықтың ішінен біреуінің ғана қажылығы қабыл болып қайтады. Қажылығы қабыл болған бақытты жанды Құдай тағала күнәһар пенделерінің арасында артық жүргізбей, жанын ертерек алып жұмағына кіргізеді деседі. Бұл жолы да қажылықтан келе жатқан мұсылмандарды қарсы алып алу үшін жергілікті жұрт шұбырып қаланың шетіне шығыпты. Күтіп тұрған халық араларында қажылығы қабыл болған бақытты жан бар ма деп сұрайды. «Өзіміз
жақсы танитын һәм жақсы көретін Юсуп Мишкаудың қажылығы қабыл бопты деп дауыстайды қажылар. Бұл хабарды естігенде ел-жұрт кәдімгідей есеңгіреп қалыпты. Бұл қалай сонда? Юсуп Меккеге аттанған жоқ. Кешке оны Шарсу базарынан көрдім. Бүгін азанда маған Анхардан су тасуға жәрдем берді. Керек десең, ол шаһардан ұзап шыққан да жоқ, деп таңғалады су тасушы жігіттердің бірі. Қасында тұрған молда болса, балам, Алланың құдіретіне шәк келтіріп, күнәһар атам ба? Алла қаласа бәрі мүмкін деп оны тыйып тастайды. Тақсыр, Алла сақтасын, күмәнданып тұрған мен жоқ. Тек мына құрметті түсіне алмай тұрмын. Мен оны таңда ғана осында көрдім. Түстен кейін ол қажылыққа барып парызын өтеп келді ме? Әлде Хазіреті пайғамбар оған пырақ атын жіберіп, арнайы алдырды ма? Дейді жігіт таңданысын жасыра алмай. Олар осылай күбірлесіп тұрғанда кей жұрт күңкілдесіп күмәнді күшейтіп жіберді. Ал молда болса олардан теріс айналды. Осы кезде жұрттың дені Көкілташ медресесіне қарай жөңкілдеді. Қалың тобырдың ортасында бір өркешті нар кетіп барады. Нардың үстінде беті әдемі кілеммен жабылған табыт бар. Юсуп марқұмның денесін жерлеуге әкетіп бара жатыр екен. Елдің бәрі қасиетті табыттың бетіне жабылған киелі кілемді бір сипап қалуға ұмтыла бастайды. Тіпті ораза айт пен құрбан айт мерекесінде қара халық бұлай жиналмайтын. Олар Шақыр көпірінің жанында Қосмазар моласына қарай бет түзейді. Бұлар мүрдені әкелгенше қабір қазатын жігіттер жолдың оң жағынан Юсуптың қабірін қазып болып күтіп тұр екен. Марқұмның моласына бір уыс топырақ салып қалуға тырысқан жұртты күзетшілер мен сақшылар әзер дегенде тежеп тұрыпты. Себебі жас балалар тобырдың ішінде тапталып қала жаздайды. Қабір көміліп, Құран оқылып, дұға жасалып бәрі біткен соң, ақырындап тарауға бет алған жұрт базардың ішінде қарапайым ғана су тасушы болып қызмет еткен Юсуптың мұндай дәрежені қалай тапқанын талқылай бастапты. Юсуп орта жастан асқан қарапайым сарт еді. Ол айналасына мейірім шуағын шашқан мейірімді мұсылман. Түнде де базарда тегін қызмет қып жүре беретін. Әдетте саудагерлер базар тарқап, ел аяғы басыла сала үйлеріне кетуге асығатын. Қаңырап қалған базар көшелеріне қоқыс үйіліп қалады. Таңға дейін қоқыс атаулы тазаланып шығарылмаса, ертеңіне базарға кіру мүмкін еместі. Сондықтан базар босаған сәттен бастап тазалықшы жігіттер іске кірісетін. Қала берді олардың заттарында күзетіп, ұрыға алдырмайтын. Әсіресе Юсуп Мишкау бұл істе ерекше адал болды. Бүкіл саудагер оның осы адал һәм тегін қызметіне дән риза болатын. Риза болғаны сонша, оның бала-шағасы ішіп жемнен тарықпасын деп, керек жарағын өздері сатып алып, үйіне білдірмей апарып тастайтын. Әдетте таң намазын мешітте оқығысы келген қыз-келіншектер қараңғы көшелермен мешітке баратын. Жолай оларға қырындап тиісіп қалғысы келетін еркектер де кездесіп қалып жатады. Ондай кезде әйелдердің амандығын Юсуп қамтамасыз етуші еді. Бөтен әйелге орынсыз тиіскен талай еркек оның таяғын жеп тынды. Оның тағы бір адамшылығы мынау. Юсуп башабаз деп аталып кеткен оңбаған дәстүрді доңыздың етінен бетер жек көретін. Сарттың азғын байлары кедей-кепшіктің жап-жас балаларын қыздай қылып киіндіріп көңіл көтергенді ұнататын. Ол осындай қорлыққа мәжбүр болған бейшара баланы көрсе, құтқарып қалу үшін қолынан келгенді аямайтын. Тағдыры талқан бола жаздаған талай баланы бұл қорлықтан құтқарып, отбасына апарып тапсыратын. Ол осы ісімен қайсыбір байды қызығынан айырса да, олардың ешбірі Юсупқа «Сенің не шаруаң бар, жайыңа қарап жүр» дей алмайтын. Оның ниеті мен жүрегінің таза болғаны сонша, кімді болсын мысы басатын. Содан болар, ешкім оған дауыс көтеріп, қол жұмсаған емес. Қызығынан айырылған байлардың өзі оны іштей жек көріп жүрсе де, сырттай сыйлап тұратын. Оның Мишкау деген лақабатының өзі су құюшы, суарушы дегенді білдіретін. Қараулы жігіттердің бірнешеуі Юсупқа қосылып, мойындарына дәу мес пен торсықты іліп алып, күні бойы арықтан су тасиды. Себебі базарға кіре берістің топырағы езіліп, шаңы бұрқырап кететін. Қою шаң базарға кіріп елдің мазасын алмасын деп, олар үнемі топыраққа су шашып отырады. Бұл шаруасын жайғаған соң, барлық шайхананың үлкен ыдыстарын таза сумен толтырып шығады. Ол осы ісінің бірде-біреуін бұлдап, міндетсініп ақы алмайтын. Базардағы шаруасын бір жақты еткесін барып мешітке қарай аяңдайды.
ол жерде Алласына құлшылық жасап, дұға тілегін қайталап, сосын барып отбасына оралып, сүйкімді келіншегімен бірге отырып шәй ішетін. 1839 жылы Ташкенттің бірталай сарты жиналып, қажылыққа аттанған. Олардың сапардан аман-есен оралуы да өзінше бір мереке дерсің. Мерекеге аттана алмаған жұрты неше түрлі әңгіме естіп қызыққа қарық болатын. Ең бастысы, олар қасиетті жердің шарапатын жұқтырып келген киелі кісілердің батасын алып, бойына иман дартқысы келетін. Осылайша азан да қазан, у да шу болып жатқанда, бұл жолы Ташкентте қалған Юсупжанның құлшылығы қабыл болды. Бүкіл шарапат сонда деген ақпарат дүңк ете қалды. Сол-ақ екен, бұл әңгіме әп-сәтте желдей есіп тарады. Ізгі хабарды бірінші болып естігендер Юсуптан шарапат жұқтыру үшін оның қолын сүйіп, шапанын сипап, батасын аламыз деп базарға қарай құстай ұшады. Ал Юсуп бақыр ештеңемен ісі жоқ, торсығын иығына асып алып, базардың бір бұрышында су тасып жүрген болатын. Шарапат тілеушілер оны қоршап алып, батаңды бер деп жұлқылай бастағанда, ол ештеңе ұққан жоқ еді. Әне-міне дегенше оның батасына таласқан жұрттың қарасы қалыңдап сала берді. Сол кезде бұларға Ташкенттегі бас қазы Иса Қожаның шабарманы келіп жетеді. Ол қолындағы бір жапырақ қағазды Юсупқа тапсырады. Юсуп құжатты құрметпен алады да маңдайына тигізіп, ернімен сүйеді. Өзі қара танымаған соң қасындағы сауатты бір кісіге оқып берші деп өтінеді. Хаттың мәнісі мынау екен: Меккеге бармай-ақ Юсуптың қажылығы қабыл бопты деп ел дүрлігіп жатыр. Осы ақпараттың растығын шариғат бойынша тексеру үшін Сибзар жақтағы қазылыққа келуіңіз керек деп бұйырып, астына бас қазы қол қойып мөр басыпты. Бұл хабарды естіген соң онсыз да алаңдап тұрған Юсуптың көңіл күйі одан сайын бұзылады. Өмірінде Мекке тұрмақ Ташкенттен шығып көрмеген Юсуп мына әңгімені сол күйі миына сыйғыза алмайды. Бірақ қандай керемет жасаймын десе де, Аллаға түк емес деп ойлайды. Айтқандарың келсін, мен қарабетке ұлық Алла расымен осындай дәреже нәсіп еткені шын болса, мені қазының алдына апарып масқара қылмай жанымды алсын деп дұға тілеңдер дейді. Жұрт Фатиханы жабыла оқып, Аллаху акбар деп жамырай шуласты. Юсуп шабарманның атының артына мінгеседі де мекемеге қарай бет алады. Бұл расымен Алланың назары түскен әулие ме, әлде адасып шатасып біздің бәрімізді қара басты ма деп қобалжыған қара құрым халық та мына оқиғаның растығына көз жеткізу үшін шабарманның артынан шұбырады. Олар ескі оба базарынан басып өтіп, Сибзар көшесіндегі Иса Қожа Ғазының мекемесінің алдына келіп тоқтайды. Шабарман аттан түседі де Юсуптың да түсуін күте тұрады. Міне саған қызық, Юсуп бақыр өліп қапты. Оның былқ-сылқ еткен жансыз денесін көргенде жұрт: о Құданың құдіреті, Аллаху акбар деп жұрт шу ете қалады. Оның қажылығы қабыл болып, Алланың сүйікті құлының біріне айналғанына енді ешкімнің күмәні қалмайды. Оның денесін ұстап қалу үшін бәрі Юсуптың мүрдесіне лап қояды. Бұл оқиғаға куә болған қазы оны ерекше құрметпен жерлеуге пәрмен береді. Тағдырдан жеңілу. Тақырып түсінікті болу үшін тағдыр сөзінің түбіріне үңілеміз. Арабшадан аударғанда өлшем деген мағынаны білдіреді. Яғни, бұл дүниенің тіршілігі Алланың өлшеп, пішіп, бекітіп берген кесінді заңдарымен дөңгелейді. Адамнан басқа мақұлық осы өлшемдердің ығында жүре береді, яки тағдырмен таласпайды. Таласатын оның болмысында ерік қалауы, таңдау талғамы деген қасиет жоқ. Таңдау еркі мен жігер қалауы адам болмысына ғана тән. Адамға дөңгелеген дүниенің өлшемдері, яғни тағдыр үстемдік ете бастағанда, адам еркіндігін іске қосып, өз өмірінің өлшемін, яғни тағдырын өзі жасап шығады. Бұл жетім боп өссе де ірі қайраткерге айналу, бала кезден мектепке бармаса да есейгенде ғылым қуып, ғалым атану, туа бітті мүгедек болса да өнердің бір түрін меңгеріп, әлемді аузына қарату. Ал бақуатты отбасында туып өсіп, арнайы мектепте білім алып, денсаулығы темірдей боп тұрса да, түк бітіре алмай, өмірді қор қылған типтерді тағдырдың ырқымен кеткен бақытсыз бейбақтарға жатқызады. Жаңа ислам өкілдері жұқтырған қауіпті вирустың бірі фатализм. Қазақша тағдыршылдық.
Бәрі Алланың қалауымен болады, адамда ерік жоқ. Біз Алланың айдауымен жүріп тұрамыз. Алла қалаған құлын тура жолға салады, қаламаса адастырады деп сену. Тарихқа қарасаңыз, фатализм идеясын құл ұстайтын қожалар жақсы көрген. Құлдардың миына маған құл болу сенің тағдырың. Құдай әуелден пешенеңе құлдықты жазған. Маған қарсы шыққаның, Құдайға қарсы шыққаның деп құйып отырады. Осы идеяны сіңіру үшін патшалар діни орталықтың қызметін пайдаланатын. Оны қазір академиялық ғылымда психологиялық құлдық деп атайды. Құлдық қоғам әбден орныққанда дүниеге пайғамбарлар келетін. Олардың миссиясы фатализм идеясын қирату. Ибраим, Мұса, Ғайса, Мұхаммед пайғамбар бәрі де халықты құлдықтан босатумен айналысқан. Олар ізінен ерген үмбетіне тағдырдың өз қолыңда, тағдырыңа ие бол деп, адамның рухани болмысын пандетермизм идеясынан азат етті. Егер адамзат тарихы озалдан Құдайдың қалауымен, жазуымен жүріп жатса, не үшін пайғамбар келіп, ол ережені өзгертуі керек? Онда пайғамбарлар Құдайдың қалауына, Құдайдың жазғанына қарсы күрескен болып қалады. Екіншіден, адамзат тіршілігі Алланың қалауымен өтіп жатса, ақыретте адамнан сұрақ жауап алудың не мәнісі бар? Адам өмірдегі өз сөзі мен ісіне жауап береді десең, онда адамда ерік қалауы болуы керек. Европаның орта ғасырда түнекке батуы фатализмнен басталған. Бүкіл шіркеу христиан жұртының ерік қалауын фатализмнен матаған. Осылайша Европа континентін бір ғана діни орталыққа тәуелді қылды. Кез келген тәуелсіз ой толғайтын ғалымды Құдайға, шіркеуге, папаға қарсы шықты деп айыптау оңай болды. 100 жылда бір туатын ғалымдарды отқа жақты. Діни қуғын мен қанаудан мезі болған халық ақырында бояна бастады. Оның соңы католиктер мен протестанттардың 30 жылдық соғысуына ұласты. Жұрттың санасын фатализм уынан емдеу үшін Европаның ойшылдары бүкіл ғұмырын жұмсады. Бірнеше ғасыр текетіреспен өтті. Тағдырың өз қолыңда деген идея үстемдікке жеткенде Европаның өрлеу дәуірі басталды. Әр адам өз өмірі үшін күресуді үйренді. 2000 жылдарға дейін қазақ қоғамында фатализм асқынбаған еді. Оны Сұлтанмахмұттың мына өлеңінен көруге болады. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдырдан болды дегенді шығарамын сөзімнен дейді. Шәкәрімнің өлеңдерін қарасаңыз да, тумақ, өлмек тағдырдың шын қазасы, ортасы өмір жоқтық қой екі басы, сағымдай екі жоқтық арасында тіршілік деп аталар біраз жасы. Несін сүй, несін сүйме ер көзіңде, нәпсіңде, ақылыңда тұр көзіңде, сынау үшін жаратқан бір иең бар, тексерілмей қалмайсың бір кезінде дейді. Абайдың өлеңдерінде сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп, адамның еркіндігін алдыңғы планға шығарады. Майлықожа жырауда Алла берді екі жол, бірі оң да бірі сол, ойландырар бауырлар, дүние қысқа, ақырет мол деп, Тәңірдің адамға таңдау беретінін айтады. Қазақ мақал-мәтелдерінде де Алланың ісін пайғамбар болжап білмейді, тағдырдың талаптан басқа сыйы жоқ деген сарындар бар. Яғни, фатализмді насихаттайтын үлгілер жоқтың қасы. Жалпы түркі нәсілінің фатализммен қатты ауырмауына имам Матруди әсер еткен деп айтылады. Олар тағдырдың жазуы деп қартайып өлуді айтады. Ал орта жолда мезгілсіз қайтыс болуды қаза деп атаған. Қаза себепке байланады. Адам ұрпағы бір аурудан не бір адамның қолынан қаза табады. Екі жағдайда да себепті іздеуге негіз бар. Аурудың алдын алып емделуге шанс бар. Кісі қолынан қаза таппаса, пенде ұзақ жасайды. Ал қаза жеткерген қылмыскерді соттайды. Бірақ халықтық түсінікте жазмыштан озмыш жоқ. Тағдырдың жазғаны осы. Құдайға да жақсы адам керек. Адамның айтқаны емес, Тәңірдің дегені болады. Қуған жетпес, бұйырған кетпес. Адамның басы Алланың добы сияқты тіркестер бар. Мұны экзистенция философиясында фатализмге, тағдыршылдыққа жатқызбайды.
мұны мойын сұнуға жатқызады. Яғни басқа түскен қаза объективті себеппен болғанда тағдырға мойын сұнады. Мысалы, табиғи апаттарда қаза табу, тұқым қуалайтын дерттің құрбаны болу, найзағай түсу. Мұндайда ешкімді айыптай, кінәлай алмайсыз. Амалсыз тағдырға мойын сұнасыз. Осы мойын сұнудан көңіл айту дәстүрі шығады. Онда қаралы үйдің иесін, марқұмның туған туыстарын жұбату мақсатында ғана тағдырды себеп қылып көңіл айтады. Жалпы қазақ дүниетанымында фатализмнің жоқ екенін құн сұрау дәстүрінен көреміз. Нақақ кісі өлтірсең жауап бересің. Мұның екі қыры бар. Біреуі гуманизм. Қанға қан деп адамның орнына кісі өлтірмейді. Екіншісі жауапкершілік. Ісіңе жауап бересің. Көшпелі қазақ фатализмді мойындаған болса, Құдайдың жазуымен жеткен қазаға не үшін құн төлеуі керек? Европадағы экзистенциалистер тағдырды былай түсіндіреді. Тағдыр деп адамның ықпалы жүрмейтін аймақты айтады. Еріксіз туу, еріксіз өлу. Адам дүниеге еріксіз келген соң, отаны, ағайын туысы, жынысы, ұлты, тағдыры болып саналады. Бірақ адам тіршілік алаңында өмір жолын өз таңдайды. Кез келген ісін өз қалауымен, таңдауымен жасайды. Осыдан жауапкершілік феномені шығады. Еркіндік нығметі адамға не үшін берілген дегенге жауапкершілік арқалау үшін деп жауап береді. Логотерапияның негізін салушы Виктор Франкл тағдырды үшке бөлген. Биологиялық тағдыр – адамның мүгедек боп туылуы. Екінші, психологиялық тағдыр – сан түрлі тәрбиенің әсерімен өзіне мінез жасап алып, сонымен ақталу. Жүріс-тұрысындағы кем-кетікті мінезім осындай, тәрбием солай, бір үйдің еркесі боп өскем деп өзіне психологиялық тағдыр қалыптастырады. Яғни өзгеруге, өзін тәрбиелеуге тырыспау. Үшінші, әлеуметтік тағдыр. Әлеуметтік тағдыр жұрттан ұят болады, жұрт не дейді деп өмір сүру. Әлеуметте қалыптасқан теріс көзқарастардың ықпалынан шыға алмай, мән-мағынасыз дәстүрлерді орындай беру, жұрттан қалмаймыз деп кредит алып, келін түсіру, даңғаза той жасау, диплом жуу. Тағдыр феноменін дұрыс түсінбесе, оның тигізетін зардабы орасан. Бәрі Аллахтың қалауымен деген вирус рухани болмыстағы шексіз ресурс пен потенциалды байлайды. Адамның рухани болмысынан шығатын еркіндік феноменін 100% жоққа шығаратын фатализм идеясы қоғамға үстемдік орнатқанда, кез келген ел автоматты түрде Ауғанстан сияқты мешеу мемлекетке айналады. Фатализм көзқарасы орныққан елде ықпалды фигуралар өзіне ұнамаған кісіні атып өлтіріп, тағдыры солай болды, ажалы Алладан келді, мен тек себепшімін деп ақтала салады. Сосын оны ешкім тергеп, тексеріп сотқа сүйремейді. Қазақстанда 2000 жылдан бастап фаталистік көзқарас барлық діни жамағатқа жаппай жұқты десе де болады. Бұл адамның психологиясына, дүниетанымына ауыр соққы береді. Оған ұрынған мұсылман тағдыры үшін күреспейтін, қауқарсыз пендеге айналады. Фатализм болмысында туғанынан бар еркіндік, еркін ойлау, еркін жүріп тұру, еркін пікір білдіру деген адами қасиеттерін қырқып түседі. Бәрі Алланың қалауымен болып жатыр. Алла бәрін жазып қойған. Алла қаласа тура жолға түсеміз, қаламаса адасамыз деген түсінік жауапкершілік феноменін жояды. Осының кесірінен тек Алланың қалауымен жүріп тұрушы машина сипатты мұсылмандар қаптады. Жеке діни таңдауын Алланың қалауы деп түсінгендіктен, өздерін Алланың назары түскен таңдаулы тұлғадай сезінді. Құдай тағала қалың жұрттан өзін бөліп алып, тура жолға салып қойғандай көңілі асқақтады. Қазақша айтқанда, көңілі асқақтаған ақымақ ақылы бар деп ойлайды. Өзін таңдаулы дарамыз деп сену, өзін басқа жұрттан артық санайтын психология тудырды. Басқаның діні мен құлшылығын терістеу, жұртқа жаппай таңып мораль оқу, діні бөтенге жегіп жол көрсету осыдан келіп шығады. Шындығында кімнің ақиқат жолда екенін Алладан басқа ешкім анық білмейді. Фатализмнің тағы бір кері әсері қоғамда болып жатқан оқиғаларға бей-жай қарайтын конформистік көзқарас қалыптастырды. Мұғалімдер құқығының тапталуы, жазықсыз жандардың сотталуы, кефтилдің төгілуі, сыбайлас жемқорлықтың асқынуы, жұмыссыздық,
әйелдер ақысының тапталуы, баспана мәселесі сияқты проблемаларды көтеретін бірде-бір діни қайраткер шықпады. Жастарды ғылым мен білім үйренуге, өркениетті елдердің тәжірибесін елге әкелуге шақыратын діни лидерлер мүлде қалмады. Осының бәрі фатализмнің қоғамдағы көріністері. Фатализмнің тағы бір қыры әділдік үшін күреспеу. Алла бізге осы басшыны нәсіп етті. Оған бағыну уәжіп. Сынауға ақымыз жоқ. Басшыға қарсы келгенің, Құдайға қарсы келгенің. Басшы Құдайдың жердегі көлеңкесі деген түсініктер тамыр жайды. Мұның соңы басшының кемдігі көрінбейтін, оны мүлде қателеспейді деп ойлайтын надандыққа ұласты. Қиянат көрсе ашық сынайтын әділетті би-шешеннің рөлі жойылды. Әлем ішіндегі әлемнің күйреуі. Адам болмысы қандай қасиетімен айшықталады. Өзі объективті әлемде тұрып, көкірегінде өзіне ғана тән тағы бір әлемді жасап алады. Қазақта көңілдің төрі деген түсінік бар. Сүйген адамына қарап, сізге көңілімнің төрінен орын беремін деп айтады. Демек, ішкі әлемнің сапасы көңіл төрінен орын алған адамдардың сапасына тікелей тәуелді. Ішкі әлеміңді неғұрлым мазмұнды құндылықпен толтырсаң, өзіңнің де бәсің артып, бағың жанып, бақытың тұрақтайды. Сыртқы әлемнің қызығына құмар болған типтердің ішкі әлемі қаңырап тұратыны осыдан. Бұлайша адам қуыс кеуде пендеге айналады. Ал ішкі әлемге жиналуы тиіс құндылықтар сапасын киесіне қарай анықтап, ажыратып беретін ілімді дін деп атаймыз. Дін құлағанда пенде шіркін ішіне нені жинап, нені көңілінен жою керегін ажырата алмай қалады. Жаңа ислам өкілдері қазақ дүниетанымына оңалмастай және бір соққы берді. Олар күллі ғаламмен тұтасып бірге тұрған объект пен субъектіні екіге жарды. Бұрын Қызыр ата, Қырық шілтен, Қызыр Ильяс, Шашты Әзиз, Бақ, Құт, Береке, Әруақ, Әулие, Домалақ ана, Бибі Батима, Әзірет Әлі, Әзірет Сұлтан сияқты күллі сакралды объектілер қазақтың көңілінде тұратын еді. Ол заманда Қызыр атадан бата алу, Бибі Батиманың аян беруі, әулиенің аян беріп қолдау көрсетуі, шілтенің шылауы тиюі сияқты құбылыстар өте көп кездесетін. Әсіресе батырлар жырында көп айтылатын. Мысалы, Асау Барақ жырында батырдың қалмақтармен соғысы былай баяндалады. Сол уақыттар болғанда бала да байқап қалады. Зікір салып қожалар айналып жүр алаңды. Асан қожа аллалап оң жағында тұрады. Қасым қожа аллалап сол жағында тұрады. Ата бір қожа аллалап қарсы алдыңда тұрады. Қалмақтың оғын тигізбей асасымен қағады. Бұл жырдың мәтінін большевик мұсылмандар оқыса, міндетті түрде ширк деп шошиды. Ал біз жырдағы оқиғаны түсіндіру үшін логотерапия әдісін қолданамыз. Жырдағы батырды әлемді тануға міндетті бір субъект деп аламыз. Жанында аллалап жүрген қожа, молдалар, оның түп санасында тіршілік кешіп жатқан рухани объектілер. Асау Барақ бұған дейін де бұл объектілермен рухани байланыста бар еді. Олардан ізгі бата алатын, түсінде көретін даналық сөздерін жаттап, хикметін кеудесіне түйетін, қысылса олардан медет тілейтін, соғысқа түскенде түркілік таныммен әруақ деп кіретін, өзінің Аллаға деген сенімі күшті болғасын, киелі рухтың бәрін Тәңірісі көмек ретінде жіберіп тұр деп ойлайды. Мысалы, пайғамбар Бәдір соғысында саны жағынан 3 есе басым жауға қарсы тұрғанда, Құдайдың өзі келіп көмектесіп, қылыш алып соғыспайды. Көктем періштелер көмекке келеді деп айтылады. Егер Алла тікелей көмектесуі керек, уәсила, себеп болмауы керек дейтін болсақ, онда періштелер басы артық объект болып саналады. Ендеше, сонда қалай? Періштелер болмаса, Алла бір өзі құдіретімен көмектесе алмайды ма? Деген басы артықтағы бір сұрақты туғызады. Адамның көкірегі киелі құндылыққа, рухани объектілерге кедей болса, оның арман қиялы, креативті қабілеті, ерлік құмарлығы, батырлығы, талабы, елдік санасы, творчестволық талантын өзінен өзі түгел ғайып болып, адам рухани деградацияға ұшырайды. Бұрын қазақ дүниетанымында мынадай нәрсе көп таралған. Атақты ақын жыраулар кішкентай кезінде міндетті түрде түс көретін. Түсінде Қызыр баба келіп, әй балам, тұр орныңнан,
өлең аласың ба, көген аласың ба, арқала боласың ба, арбала боласың ба деп сұрайтын. Ақын өлеңді таңдайды, сосын таңертең оянғанда бойында құт қонып кие дариды. Бір түнде суырып салма ақынға айналады, немесе ұйқысынан өлең шығарып туады. Біреумен айтысқа кіргенде де міндетті түрде әруақтарды шақырып айтысады. Мұндай мысалдар қазақ фольклорында толып жатыр. Абыл ақын, Бұдабай жырау, Майлықожа жырау, Нұртуған жырау, Сүйінбай ақын, Шашубай ақын, Болман қожабайұлы, Омар Қунағұлы, Үкілі Ыбырай, Бақтыбай Жолбарысұлы, Жанақ ақын, Маймақ ақын, Жамбыл Жабайұлы, Базар жырау бәрі ақындықты түсінде Қызыр баба берді деп айтады. Мысалы, күйші сүгір қой бағып жүріп түсінде Қызыр атаны көрдім дейді екен. Қызыр ата өлең аласың ба, көген аласың ба дегенде өлең аламын деп танымал күйшіге айналған. Абыл ақын жайлыда осындай оқиға бар. Бір күні мал жайып жүріп шаршап сәл дамылдап алмақ болып жерге қисая кетсе, көзі ілініп кетіпті. Түсінде ұзын бойлы ат жақты, ақ сақалы аш беліне түскен сары өңді кісі келіп, шырағым, арбала боласың ба, әлде арқала боласың ба деп сұрапты. Абыл арқала болайын деп жауап беріпті. Ояна келсе түс екен. Көрген түсін ағасы Төлеуге, ол ауылдың үлкендеріне айтады. Түсті жақсылыққа жорыған қариялар, қарағым, түсіңнің айтары жоқ, басыңа бақ қонған екен. Оның шапағаты тек өзіңе емес, еліңе де тиеді. Әттеген-ай, арбала балам дегеніңде бұл қасиетің ұрпақтарыңа да жалғасар ма еді, кім білсін депті. Қазір экзистенция психологиясында мұндай құбылысты діни мәтінмен яки шариғатпен талдамайды, оны психоанализбен тексереді. Яғни әруақ жебеді, пірім медет қылды, 40 шілтен құтқарып қалды деп жатқаны психологиялық тұрғыда ғана солай көрінеді. Сырттан басқа объектілер ұшып келіп қасында жүрмейді. Барлық оқиға сенімді, мықты, рухани қазынасы бай қазақтың түп санасында құйындай ұйтқып тұрады. Тәуелсіздік алған соң жаңа типті мұсылмандар қазақ жанындағы осы рухани объектілерді талқандауға көшті. Оларға ширк, шамандықтың қалдығы адасқан деп психологиялық шабуыл жасады. Тіпті Базар жырау, Қашаған жырау сияқты ақындардың дүниетанымын теріс тәпсірледі. Сыр сүлейі мен жыраулардан жын иектен жынмен байланысы болған деп түсіндіреді. Ешқандай Қызыр атаны түсінде көрмеген бос сандырақ деп молдалар мешіттің михрабында мәлімдеме жасады. Бұрынғы қадір түні Қызыр ата келеді, наурызда Қызыр мен Ильяс келеді деген сенімді діни мәтіндермен талқандады. Кие, құт сезімдерін сөзбе-сөз тура мағынасында түсініп, буквалист көзбен қарады. Хит етсе Құран ашып, ондай киені Құранның қай жерінен көріп тұрсың деп қасара жөнелді. 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі уәли деп күтетін сенімнен де дінсіздік етіп көрсетті. Алдыңғы аға буын ата-бабасының естеліктерін ашық айта алмайтын жағдайға жетті. Сакралды сезімдерді бастан кешетін кісілерді тәуіп, бақсы, құшынаш, балгер, шаман, сиқыршы, құмалақшы санатына жатқызды. Қазақтың ішкі әлемінен, түп санасынан рухани объектілер жойылған соң, оның орнында үңірейген бос аспан пайда болды. Оны ғылымда экзистенция вакуумы деп атайды. Көңілдегі үңірейген экзистенция апанын маскүнемдік, әйел, сабау, жаппай ажырасу, суицид, жемқорлық, алаяқтық, надандық, қыз балалар төбелесі, діни фанатизм сияқты элементтер толтырды. Мұны қазақ болмысындағы объекті мен субъектінің ажырауы деп атаймыз. Яғни, Алаш ұлысы дүмше діннің кесірінен киелі, сакральды әлемнен бөлініп, жеке-жеке қараңғылық дүниегіне батты. Бұрынғы 18 мың ғаламмен тұтасқан бірлігі көзінен бұлбұл ұшты. Қазақ ұландары басқа тұрмақ өзіне өзі бөтен боп шыға келді. Бір-бірін ортақ мәдени кеңістікте көрмейді. Қайда жүрсе де, бірін-бірі жау көріп, өзара қауіптеніп тұрады. Адамның ішкі әлемі бөлшектеніп, экзистенциялық қасиеті ыдыраған сайын, сыртқы тіршілігі де соған сәйкес іри береді. Әсіресе шетелге шыққан қазақтардың бір дастарханда бас қосып, объективті тақырыпты талқылауы неғайбыл. Осыдан соң қазақтың жауы қазақ деген оңбаған мәтел тұрақты қолданысқа енді. Ақылды адамның исламнан
жерігені сонша, зиялы қазақтар тәңіршілдікті дін ретінде дәлелдейміз деп соның пайғамбарын, кітабын іздеп кетті. Енді біреулері бүйткен исламыңа рахмет деді де өзі жеке дін жасауға көшті. Осының бәрі жаңа мұсылмандар таратқан исламға қарсы реакция түрінде шықты. Ішкі әлемі күйреп, түп санадағы киелі объектіні жоғалтқан соң, қазақ жұрты тәңірдің хикметін ішкі болмысынан емес, тыстан іздейтін болды. Мысалы, Яссауиді оқысаңыз, Құдайдың дидары, періштесі сырлары, ғибраты Яссауидің ішкі әлемінде айналып жатқанын байқайсыз. Яссауи ілімі әлсіреген соң, мынадай таяз таным күшейді. 2000 жылдан бастап былай қарай жануардың денесінен Алла, Мұхаммед, лә илаха иллалла деген сияқты 182 киелі жазуларды көру дәуірі басталды. Бұл кереметтер тасқыны жануармен шектелмеді. Ел жұрт қалқыған бұлттан, манаураған таудан, жай түскен жерден, иілген ағаштан, теңкейген асқабақтан, піскен жұмыртқадан, ашыған қамырдан, бал арасының ұясынан, жүрек органының ішінен, адамның құлағынан, саусағынан, денесінен Алла деген жазу іздейтін болды. Тіпті аң-құстар жаппай аллалап зікір айтып кетті. Мемлекеттік телеарналар, газет-журналдар осындай кереметті көрсетуге әуес болып алды. Ең ақыры Білдей діни басқармасы 2007 жылы 160 беттен тұратын қақтан түскен белгілер деген арнайы кітап шығарып, мұны қазақ руханиятының дамуы деп бағалады. Осылайша қазақтың жаны киелі рухтар әлемнен бір жылы ажырап бітті десе де болады. Осыдан соң Қыдыр атаны көретіндер, одан бата алатындар, түсінде аян алатындар күрт кеміді. Аян көргеннің өзінде түсін ашық айта алмайтын жағдайға жетті. Тіпті әруақ деген сөзді дауыстап айтуға үрейленетін заман орнады. Жаңа мұсылмандар бұрынғы большевик қазақтар орнатқан үрейдің діни сипаттағы жаңа түрін осылайша орнықтырды. Ең сорақысы, қазақ жаны өзін табиғатпен біртұтас көре алмайтын күйге жетті. Бұрын қазақтар өзін табиғатпен, табиғат тылсымдарымен бірге үндес сезінетін. Аспандағы айға да амандасып сәлем беретін. Жаңа ай туған кезде ай көрдім, аман көрдім, ақыретте иман көрдім, ескі ай есірке, жаңа ай жарылқа деп дұға жасап бет сипайтын. Бұдан бөлек, жалғыз ағаш кеспе, бұлақ көрсең көзін аш, көк майсаны таптама, көкті жылма, малды теппе, аққуды атпа, құстың ұясын бұзба, құмырсқаны өлтірме деген киелі ұғымдар болатын. Осыған орай көшпелі қазақтар ақсақ киік, ақсақ құлан, жезкиік, аққу, бозінген, қоңыр қаз, ақсақ қаз, аққудың зары, бұлбұл, бүркіттің күйі, жел мая, тарғыл тана, ұшардың ұлуы, бозторғай, байлаулы киіктің зары сияқты күйлер, әндер, аңыз ертегілер шығарды. Болмыстың бірлігі деген осы. Субъект адам айналасындағы кез келген объектіні жан-жануар іштен тануға қабілетті. Қазіргі мұсылмандар әлемдегі басқа объектінің ішіне еніп, оның ішкі ахуалын ұққан, бұлай тұрсын, өзінің ішіне үңіле алмайтын бейшара халге душар болды. Көкірек көзі бітелген соң, 1984 жылы Мұхтар Мағауин 5 ғасыр жылайды деген кітап құрастырып, қазақ мәдениетіндегі орны бар ақын жыраулардың еңбегін топтастырып жинап еді. 2006 жылы теріс пиғылды діншілдер тарапынан 10 ғасыр жылайды деген кітап басылып шықты. Сол кітапта бұрынғы 5 ғасыр жылайды кітабында берілген Алла, Тәңір, Құдай деген сөздерді Аллах деген сөзбен ауыстырылып өзгертілді. Әруақ, әулие, пір сияқты сөзі бар өлеңдер кітап ішіне енбеді. Ең сорақысы, 10 ғасыр жылайды кітабы түркінің бірі Қожа Ахмет Яссауидің еңбегін енгізбек тұрмақ атын да жазбай қойды. Кейін кейбір зерттеушілер мұның себебін сұрағанда, құрастырушылар Қожа Ахмет Яссауи қожа болған, қазаққа қатысы жоқ деген сыңайлы сылтау айтып құтылыпты деседі. 1991 жылы Мұхтар Мағауин құрастырған Ай заманай деген кітапта Доспамбет жырау бүй деп толғаған еді. Айнала бұлақ басы тең, Азаулының Стамбулдан несі кем, Азаулының Айдамбет ер Доспамбет ағаның хан ұлынан несі жоқ, би ұлынан несі кем. Тәңірінің өзі берген күнінде хан ұлынан
артық еді менің несібем дейтін. 2002 жылы қобыз сарынын шығарғанда біреулер Тәңірі сөзінің орнына Алла деп өзгертіп жіберіпті. Бұл мәселені 2023 жылдың маусымында Facebook әлеуметтік желісінде Мерген Тоқсанбай деген кісі көтерді. Сөз қадірін білетін әр қазақ Алла деген қос буынды сөздің Тәңірінің деген төрт буынның орнын толтыра алмай, өлеңнің әуезін, ритмін бұзып тұрғанын көре алады. Кәдімгі жамау сияқты. Бұл сөз жоқ. Кітап басындағы редакторлардың ісі. Менің ислам дініне де, Аллаға да еш қарсылығым жоқ. Бірақ қазақтың руханиятына мұндай шабылудың жүруіне қарсымын, дейді ол. Қазақ арасында кең тараған рухани мақал-мәтелдерді Құран аяттарымен қайта талдау әрекеті де байқалады. Мысалы, 2012 жылы Нұрсәуле Рсалиеваның қазақтың кей мақал-мәтелдерінің ислами дүниетанымға кереғар сипаты атты мақаласы жарық көрді. Онда мақала авторы бүй дейді: халқымызды тура жолдан тайдыруды нұсқаған, тегіне, түп тамырына тартпаған, керісінше оған балта шабу үшін құралған даналығымыздың тұнығын лайлап, дініміздің еңсесін түсіріп, мұсылмандығымызға күмән келтіріп тұрған бір қатар бұралқы сөздермен арылуға асығуымыз қажет деп ойлаймыз, дейді де, мынадай мақалдарды тура жолдан тайдырушы ретінде дәлелдейді. Мысалы, Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле. Әулие Құдай емес, Құдайдан былай емес. Құдай атқан оңалар, әруақ атқан оңалмас. Алла кешірер, әруақ кешірмес. Алланың өзінен аты абыройлы деп келеді. Бір қызығы осындай ревизиядан кейін қазақ мәдениеті өркендеп жаңа белеске көтерілудің орнына қараңғылыққа бата түскен сияқты көрінді. Нұрсәуле Рсалиеваның жаны күйген Құдайын қарғайды. Жарымды алған Құдайдың келіні мендей қылсын. Алғанын білмейтін Құдай, тана пайда бермейді, Тәңірі пайда бермейді деген сияқты мақал-мәтелді Құран, хадис мәтінмен талдауы ақылға сыймайды. Бұл конвенционалды көзқарастан шыққан субъективті талдау. Негізі академиялық ілімнің талабы бойынша ондай мақалдарға теологиялық емес, психологиялық және социологиялық талдау жасалады. Автордың сынаған кейбір мақалдары аштық, соғыс жайында халықтың шырқыраған жанайқайынан туған. Оны психологияда коллективті сана дейді. Халықтың басына түскен нәубет түрлі тіркеске айналып, сөз түрінде сыртқа шығады. Бірақ заман жақсарғанда олар автоматты түрде ұмытылып, лексиконнан шығып кетеді. Ол жерден халықтың діни сауатын емес, психологиялық көңіл күйін талдаса, ұтымды әдіс болар еді. Жаңа исламның шалығы қазақ мәдениетінің ең киелі өнерінің бірі саналатын ақындар айтысына да тиді. Қазіргі айтыс ақындары ешқандай тарихи тізбекке жалғанбаған, тек хикметсіз уағыз айтуға үйреніп алды. Ақындар сахнада тұрып жаппай халықты исламға үгіттеп, айтыстың деңгейін сақал мен балаққа дейін түсіріп жіберді. Салыстыру үшін Янушкевичтің 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ ақындарының айтысынан мысалға келтіреміз. Орынбай алғаш айтысты бастап сұлтан байларды мадақтай жөнелді. Сол кезде жанақ ұрысып, бақиға көшкен дін мұсылман баласын неге жырламайсың деп ескертті. Орынбай кезек тигенде домбырасын қағып жіберіп, өлең басын адам ата Қауанаға арнады. Содан Нұх кемесіне мінді. Топан судан өтті де Арараттың биігіне шықты. Бүкіл Інжіл иірімдеріне көз тастады. Жолай барлық оқиғаны қалдырмай баяндады. Вавилон, Мысыр, перғауындарын қалдырмай сөзіп шықты. Сағат бойы мүдіріссіз жырлап, Ниагара сарқырамасындай арындап келіп, Мұхаммедтің өзіне де жетті. Соңғы 10 ғасырды құшағына алып нөсерлеткен жыр бүкіл қазақ даласына толықси жайылар ма еді, қайтер еді кім білсін. Меккеден шыға бергенде арқалы ақынның домбырасының шегі үзіліп барып тоқтады дейді. Яғни бұрынғы айтыс адам ата мен Қауанадан тарайтын қиссалар желісінен аңыз, әпсанадан тұратын еді. Қақ ілімнің талабы қатал, жолға түскен ізденуші бойындағы нәпсі қуатын бей-берекет шашпауы тиіс. Себебі дін талабы бойынша әрбір қуаттың сұрауы бар. Нәпсінің алапат қуаты ер азаматқа қараңғы қоғамды ілім нұрымен жарықтандыруға және әділетті қоғам орнатуға жұмсалуы
тиіс. Осындай киелі міндетке жұмсалмаған нәпсі қуаты кернеуі артып, шырқау шегіне жеткенде қатын құмарлыққа салынады. Сондықтан да рухани ілімнің ұсталары бүкіл сезімін жинақтап, қатаң бақылауда ұстап, ақиқатқа немесе Алланың дидарына ғашық болуға ұмтылады. Классикалық еңбектерде ғашықтар деп аталатын категория Алланың дидарына ынтық болған қас тақуаларға қатысты айтылады. Байқасаңыз, жаратқанның жамалына ғашық болған нағыз әулиелер әйелдеріне арнап ғашықтық өлеңдер жазбаған. Олардың ғашықтығы мынадай хикметтермен өрнектелген. Жұрт пердесін түнектің, тілеп қақтың дидарын, ашып көзін жүректің, көзбен көріп иланғын. Қожа Ахмет Яссауи. Дидар іздесеңіз, бұл түні, ей көздері ашықтар, мөлдір жанарға разы дүр, шын мәнінде ғашықтар. Сезім отына құмарды өртейміз енді қай күні, көзіне еркектің көрсетер жүзін гүлзардың байлығы. Көңіліңнің нұры жанғанда, мейірің тасып бақ тіле, дидары жарық бар маңға, көзі те бізге жақты те. Жиғаның қандай пайданы көрсетті саған ашылып, ұсақтай жаның белінде, төсіңнен шығар шашылып. Омар Хайям. Жарқылатып жанарың жанып тұрған ләйлім, гүл жүзіңнен қызыл нұр тамып тұрған ләйлім. Жүрегімді кіршіксіз махаббаттың оты бар, лапылатқан күйінде қалып тұрған ләйлім. Нұн иіліп сұқтанған әліп бейне мүсінің, көрген көздің жауын бір алып тұрған ләйлім. Сені біреу жылатса, жас маржанын ағызып, оның өзін қызылқан жауып тұрғай ләйлім. Қапа мұңнан сыздаған сорлы жүрек бұлқынып, тыным таппай кеудемді қағып тұрғай ләйлім. Өзіңменен сағынып, жолығатын жақсы күн, басқалардың басынан ауып тұрғай ләйлім. Хафиз. Риза емес көңілің мені шерге салса да, тамшы тамбас көзіңнен жаным отқа жанса да, бірақ осы жалғанда жалғыз сенсің сүйерім, маған еткен зәбірің жаудан жаман болса да, азап кілем алдында кең жайылған біздерміз, қайғыменен жүрегі мың шайқалған біздерміз. Толқынындай теңіздің шермен шайқап тағдыры, рахатсыз өмірде мұң жамылған біздерміз. Рудаки. 100 пайғамбар мұғжиза көрсетсе де, сені көрмей мұсылман бола алмаймын. Сенің сәулең түспеген сопыларды пейішке кіреді деп ойламаймын. Шәкәрім Қажы. Мұндай тақуалар керек десең, жүрегінің түпкіріне некелі жарында кіргізбейді. Олардың ұғымында Аллаға деген ғашықтыққа ешкім ортақтаспауы керек. Бұл дүниедегі жұбымен Алла разылығы үшін ғана құрметтеп, сыйласып, адами сүйіспеншілік мақамында өмір кешеді. Иллахи ғашықтықтан туған ғазалдар адамзат ұрпағына мәңгі бақи солмайтын махаббат құдіретін көрсетіп тұрады. Қас тақуалар осы ғашықтықтың мақамынан жаңылып, жүрегін сұлу әйелге алдырған кезде бар қасиетінен жұрдай болып бітеді. Соңғы 30 жылда діни алаңнан ақылды адамдар үшін тартымсыз болып көрінетін ең басты себебі дәл осы иллахи ғашықтықтың жоқтығы. Діни уағызшылардың нәпсани құмарлығы өмірі қанып бітпейтін донжуан типтес еркектерге ұқсап кетуі әмән да жеркенішті сезім туғызады. Тоқал алуға ешқандай объективті себеп табылмаса да, діннің бүкіл мұратын екінші және үшінші әйел алуға әкеп байлай беруі саналы жастардың арасында дінге деген нигилизмді күшейтті. Дін ғылымын арнайы оқуға мамандардың өлген соң жұмақта мұсылман еркекке сыйлық ретінде берілетін қор қыздары жайлы жағымсыз уағызды сілекейі шұбырып отырып насихаттауы исламның беделін жермен жексен қылды. Бірақ осындай уағызды күмәнсіз шындық етіп қабылдаған діни жамағаттар өз арасында тоқал алу жарысына шатылды. Олардың мұндай надандығын көріп отырған екінші тарап тәңіршілдік сияқты эзотерикалық ілімдерді қызықтап кетті. Әдетте мұндай эзотерикалық ілімдер пайғамбар келіп уахи түскен соң рухани майданда жеңіліс тауып, тарихтың қойнауында қалуы тиіс еді. Яғни, халықтың ислами өркениетіне жалғануы өркендеудің жаңа сатысы саналады. Енді бұл өркениеттен бас тартып, өткен тарихқа оралу саналы түрде қараңғы дәуірге бату дегенді білдіреді.
Жалпы дін ғылымы тылсыммен тілдесетін ілім саналады, бірақ ол ешқашан өлген жандардың әруағымен тілдесіп, ақылдасуды мұрат етіп алмаған. Құранда ондай шарт жоқ. Тылсымға қатысты жүздеген, бәлки мыңдаған эзотерикалық салалар болуы мүмкін, бірақ дін олардың ешбіріне шырай бермейді. Себебі діннің мұраты айқын. Кісінің көкірек көзін ашып, ғайыптан рухани ілім таратып, үнемі надандық пен қараңғылық құрсауында тұратын бұл әлемді рухани зейнеттеумен айналысады. Тіпті көкірек көзі ашылған адамдар түсінде немесе басқа бір транс халінде әруақпен тілдесіп ақпарат алды дегеннің өзінде оны жария қылмайды. Ондай ілім әмәнда құпия сақталады. Құпия сақталмаса, адасуға бейім тұратын қара халық спиритизммен шұғылданып, өлген аталарыңмен сөйлесіп беремін деп, алаяққа негізделген коммерцияның тың түрін ойлап табады. Исламнан бір ғана мысал. Мұхаммед пайғамбардың өзі Алладан және Жәбірейіл періштеден ғана ақпарат алдым деген. Бәлкім ол Миғраж сапарына барғанда басқа пайғамбарлармен кездесіп тілдескен де болар. Солай болған күннің өзінде Құранның бізге жүктеген борышы ол емес. Өз бойындағы рухани тарапыңды барынша күшейтіп, жануарлық инстинктті тәрбиелеп, оны адами сипатқа келтіру. Әдетте адам болмысы былай. Түпкі мәні айқын болып тұрмайтын, кез келген оңай істен қиналып кетеді. Ол мәні анық болып тұрса да, қорықпай тау қопарады. Қазіргі қазақтар не үшін исламнан жерді? Себебі дін шарттарының мәні мен мағынасы философиялық тәсілмен сол күйі айқындалмай қалды. Қарапайым ғана Алла бізді не үшін жаратты деген экзистенциялық сұраққа діни жетекшілер терең ойланбастан, құлшылық қылу үшін ертең өлген соң намаздан сұраласың деген сапасыз жауабынан айнымайды. Бұдан басқа дін парыз қылған мұсылманның міндеті жетерлік. Ол міндеттердің мәні философиялық терең толғамдармен ғана ашылады. Бірақ діни уағызшылар бізді адастырады деген желеумен философияға жоламайды. Осының кесірінен мәнсіз, мағынасыз көрінетін парыздарды өмір бақи арқалап жүруге модерн мұсылмандар көндіге алмайды. Осыдан келіп, таяз типтер ешқандай шарт қоймайтын, әрі өзінің қалыптасып қалған рахат өміріне өзгеріс енгізуді талап етпейтін, бірақ құлаққа жағымды, адамды сүй, жаратушы бізді шексіз сүйеді. Құдай барлық адамның жүрегінде. Алланың адамды азаптауы мүмкін емес. Біз Құдайға құл емеспіз, оның сүйікті перзенттеріміз деген сияқты гуманистік насихатты ілестіріп алып жүреді. Қазақ қоғамында қазір трендке айналған өлген соң басқа бейнеде қайта туыласың деп келетін реинкарнацияға деген құмарлықта мойынға ешқандай парыз жүктемейтін шартсыз рахат дінге деген сұраныстан шыққан. Бір шетінен ақыреттің азабы жайлы, бір текті қорқынышты уағыздан мезі болған мұсылмандарға рахаты мол, азабы жоқ шартсыз құлшылықсыз нанымның мұндай түрі іздегенге сұраған болады. Бірақ терең ойланған адам мұның да түбі тұйыққа тіреліп, өміріңде ұрлатумен аяқталатынын түсіне алады. Яссауидің тілімен айтсақ, ей сопы, талап қылсаң қақ дидарын, жаннан кеш, алқа ішінде жан қинағың дегендей, саналы түрде борыш арқалап, қу нәпсіңді қинамай, мағыналы өмірді қоржыныңа сала алмайсың. Қауымға қайтадан келмейсің. Біздегі реинкарнацияға деген қызығушылық 1960 жылдары батыста да күшті болған. Христиан ғалымы Морган Скотт Пек қанша жерден рухани даму мен адамшылық міндет жайлы дәріс оқуға келсе де, студенттер реинкарнация жайлы сұрақты молынан жаудыратын. Скотт Пектің пікірінше, өлген соң қайта туыласың деген теориядан гөрі, өлген соң сұраққа ілініп, сапарың тағы да жалғасады деген идея әлдеқайда ақылға қонымды. Кез келген адам өмірде қателікке ұрынып, одан сабақ алады. Ғибрат алған сайын кеудесіне даналық тоқи береді. Есейген соң ақылы толысып, осы жинаған ғибратым мен даналығымды ұрпағымның санасына қотарып кетейін. Олар мен ұрынған қателікке ұрынбасын, олар бірден бақытты өмір сүрсін деп бала шағасының құлағына құяды. Көп жағдайда осы стратегия балаға кері әсер етеді. Әкесінің морализмінен мезі болған баласы ерексіп бәрін керісінше істеуі мүмкін. Діни құндылықты әжуа қылатын нигилистердің дені діншіл әулеттен өсіп шығады. Көбіне ата-анасы тікелей кінәлі. Олар баласын періште сияқты пәк қылып өсіремін деп ойлайды. Ойы, ниеті дұрыс, бірақ құндылық сіңіру тәсілі қате.
Олар 13 жасқа толар толмастан баласын рационалды құлшылыққа жегеді. Кішкентай бала діни ғибадаттың мағынасын рационалды жолмен түсіне алмайды. Әуелден адам қамын Алла ойлаған дегендей, жаратушы баланың болмысына рухани құндылықты сәтімен сіңіру үшін 13 жасқа дейін оған рационалды таным емес, мифтік танымды дарытып қояды. Мұны ғылымда кейде ағылшынша magical think, яғни қиялмен ойлау деп атайды. Бала 13 жасқа дейін реалды қиял форматында қабылдайды. Оған Илон Масктың Марсқа ұшатын әуе кемесінен гөрі тазша баланың ұшатын кілемі әлдеқайда әсерлі һәм шындық болып көрінеді. Сондықтан да 4 жасқа толған баланы ертегі жұмбақ, санамақ, тақпақ, қисса, жаңылтпашпен тәрбиелеп өсіреді. Ал рационалды таным 14-15 жастан бастап қалыптаса бастайды. Яғни балаңыздың логикасы мен рационалды пайымының мығым болуы magical think қасиетіне тәуелді. Қиялы нашар баланың логикасы да әлсіз болады. Енді бұл нәрсе кері қарайда айнала береді. Бала 15 жастан асқан соң сыни пайым, эмпирикалық фактіге жүгіну, логикалық қисын рационалды толғаммен тексеру деген жаңа сатыға өтпесе, қиялдың кесірінен надандыққа ұрынып қалуы қаупі бар. Мысалы, қалалық жерде кітапханадан шықпай бір қиялға беріліп, тоқтаусыз кітап кеміретін оқымысты типтер болады. Мұндай типтер бала кезінде естіген ертегісін символикамен қабылдаудың орнына тура мағынасында қабылдап, ақиқатын ашқысы келеді. Бұған көбінесе Атлантиданы іздеушілер жатады. 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында Нұх пайғамбардың аңызына тура мағынасында сеніп, кеменің қалдығын Арарат тауынан іздеп табамыз деп талай мәрте экспедиция ұйымдастырған. Бірақ бұл ізденістердің ешбірі сәтті аяқталмаған. Олардың ашқан жаңалықтарының академиялық ғылым үшін соқыр тиын да құны жоқ. Аңыздағы оқиғаны символикамен емес, заттай дерекпен іздеуді ғылымда урбан мифологиясы деп атайды. Яғни қалада тұратын оқымысты адамдардың ұрынатын надандығы дегенді білдіреді. Бізде де әліге дейін Нұх пайғамбардың кемесін Қазығұрт тауына тура мағынасында тоқтатып, сол жерде күрделі жөндеуден өтіп, Арарат тауына қарай жүзіп кеткен деп дәлелдейтін ғалымдар бар. Зерттеудің мұндай түрі әмән да нәтижесіз аяқталады. Топан су аңызының символикалық бір ғана мәні бар. Қоғам рухани азатын болса, Құдай оларға апат жіберіп көзін жояды. Ол апаттан ақжүрек адамдар ғана рухани ілімнің күшімен аман қалады. Нұхтың кемесі құтқарушы рухани ілімнің символы саналады. Миф, аңыз деген не? Ол иллахи әлемде бір рет болған, бірақ сенің де өміріңде ұдайы қайталанып тұратын оқиға. Осы пайымның растығын мынадан көресіз. Топан судың мысалы қазір де бар. Яғни рухани азғындаған адамдар топан су сияқты өз тұқымын өзі жояды. Ал ар иман мен ақыл парасаттың кемесіне мінген ақ жүрек момындар сау саламат өсіп өніп жатыр. Сондықтан 13 жасқа дейінгі балаға аңыз ертегі қисса оқытпасаң, болмысын білдіресің. 15 жастан асқан соң рационалды ғылымға баулымасаң, тағы да құртасың. Дұрыс есейген бала аллегориямен айтылған кез келген аңыздың, мысалдың, ертегінің, қиссаның иллахи мәнін ғана көкірегімен сезіп тұратын сұңғыла болады. Бала бәрібір өмірді өз тәжірибесімен сынағысы келіп тұрады. Қанша жерден данышпан әке ескертіп тұрса да, от басып орға түспей тұрмайды. Ол да өз өмірінен ащы сабақ алып, көңіліне бір ғибрат түйіп алады. Енді өмірден жиған терген моншама даналық пен ғибратты баламызға сол күйінде ақтарып кете алмасақ, оларды не үшін жинадық? Жауабы өте қарапайым. Бұл өмірдің даналығы өлген соң өзің үшін ғана пайдаға асады. Ғибраттың неғұрлым мол болса, өлгеннен кейін сапарың да соғұрлым сапалы болмақ. Егер қайта-қайта туыла беретін болсақ, тіршіліктен ғибрат алып, бойымызға даналық жинаудың қандай мағынасы бар? Мағыналы ғұмыр адам өмірге бір-ақ рет келеді деген теорияға байланған. Тіршілікке келіп кету қайталанбас бір реттік феномен болғасында, оны барынша мағыналы мәнді етіп сүру керек. Екі рет қайталанған өмірдің ешқандай мәні болмайды.
Шәкәрімнің тілімен айтсақ, адамдық борышың қалқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен үйрен өнер, білімсіз, өнерсіз болады ақыл ту. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін. Нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қылып, өлгеніңше жобатап жол көрсет. Келешек қам үшін. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңда із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің. Жалпы, әр халықтың ғасырлар бойы жинаған діни тәжірибесі болады. Рухани көсемдер әр ғасырда сүзіліп шыққан өміршең құндылықтарды мәдени өнімдерге айналдырып, айналамызға салып отырады. Әдетте киелі ғұрыптар мен дәстүрлер осылай құнарланады. Қазақ халқы да 10 ғасырдан бері Құран үндеуіне құлақ түріп, ислам өркениетіне өткен соң, өзінің жеке діни тәжірибесін жасақтап келеді. Енді осы 1000 жылдық діни тәжірибеге үңілсеңіз, қайта туылу идеясын жаңғыртатын эзотерикалық наным түрін таба алмайсыз. Қазақ мәдениетін құрап тұрған кез келген саланы алып қараңыз. Ән, күй, жыр, шешендік сөздер, хандар тарихы, салт дәстүр, ырым тыйым, аңыз әпсана, ертегі, қиса дастандарда өмірдің өткінші һәм бір реттік құбылыс екені басты назарға алынады. Бүгінге дейін бұқара халыққа сакральды сезімдерді дарытып тұрған киелі мекеннің бәрі Құран құпиясын ашқан әулие кісілердің қабірі саналады. Сіз 1000 жыл бұрынғы былай тұрсын, осыдан 40 жыл бұрын ғұмыр кешкен бақсы не балгердің моласы түгілі тасын да таппайсыз. Себебі кез келген жалған ілім мен өтірікші көсемдер бір ғасыр тұрмақ, ширек ғасырдың да сүзгісінен өте алмай, жоқтыққа сіңіп құриды. Сондықтан да ең дұрысы, мағыналы өмірді іздеген кезде 1000 жылдық тарихы бар һәм сан түрлі сынақтан сүрінбей өткен саф құндылықтарға бағыт түзеу. Мәңгілік құндылықтар іздеушісін ешқашан адастырмайды. Шындап келгенде, қазіргі діни мұсылмандар басқармасының мамандары алдында тұрған ең маңызды міндет осы. Олар соңынан ерген бұқараны ғасырлар қойнауынан жеткен ата-бабасының діни тәжірибесіне сәтімен жалғауы тиіс. Сол кезде ғана рухани және мәдени салада өркендеу басталады. Өйтпеген жағдайда ислам құндылықтарын қорлап, мазақтап, әжуа қылатын жастардың қарасы көбейеді. Ал рухани ізденген жұрттың өзі жай ғана наным деңгейінде көрінген ағымға бас ұрып, адасқан үстіне адаса береді. Іргетас. 2020 жылдың көктемінде Астана қаласында кітап көрмесі өтті. Бір бойжеткен отбасы хрестоматиясы сөресіне келіп, кітап қарап тұрды. Біз кітаптарды ұсындық, бірақ ол самарқау ғана шолып шықты. Әлдиден эпосқа дейінді алдыңыз ба деп сұрадық. Жоқ деді ол. Салт дәстүр сөйледіні ше, оқымадым. Сияр шәріпті алған ба едіңіз? Тек естуім бар. Онда хиссасүл әнбияны алыңыз. Жоқ, ондайға қызықпаймын деді ол. Енді бұлардың бірде-біреуін оқымасаңыз, қызықпасаңыз, алмасаңыз өмір сүру қалай болар екен дедік, әзіл қалжың аралас. Бұған дейін неше түрлі дебатқа қатысып әбден ысылған болса керек, 21 ғасырдың прагматик адамының алтын үлгісін көрсетіп, жұрттың бәрі сіздің талғаммен өмір сүрмейтін шығар. Талғамға талас жүрмейді. Әркім сүйгенін оқиды. Таңдау еркіме қол сұғып, талғамыңызды маған тықпаламаңыз. Сізге ұнаған кітап маған да ұнауы міндетті емес деп бізді қайтарып тастаған болды. Бұдан кейін оған уәж қайтарған жоқпыз. Мырс еттік те қойдық. Себебі орта жастағы рухани дағдарыс пен ізденіс процесі басталғанда, бұл бойжеткеннің аталмыш кітаптарды іздеп жүріп оқитынына күмәніміз жоқ еді. Қала берді тұрмысқа шығып балалы болған соң, баласымен бірге смартфонның тұзағына түспей тұрмайды. Баласы телефонның қызығынан шыға алмайды. Ал өзі баланы дұрыс тәрбиелеу деген тақырып бойынша ізденген кезде интернетте ақпараттық семіздікке ұрынуы қақ еді. Себебі 21 ғасырда бала тәрбиелеуді үйрететін мыңдаған білгіштер Инстаграмда миыңды атала қылады. Ең жаманы сол, ақпараттық аталаны удай ақшаға сатып аласың. Сонда да кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс білмейсің. Дер кезінде айыру мүмкін емес. Мұндай кезде бала тәрбиесінде ғасырлар сүзгісінен сәтімен сүзіліп шыққан классикалық жауһарлар ғана жәрдемге келеді. Біз оларды рухани іргетас деп атаймыз. Әдетте қаланы
соққанда архитектуралық алуандық басты назарға алынады. Қаладағы үйлерді бірдей материалдан, бірдей дизайнмен соғуға болмайды. Бұл қала жұртын жалықтырып, өмірден мез етеді. Советтік қалалардың тартымсыз болатыны осыдан. Бүкіл ғимаратты кеуірттің қорабы құсатып, төрт бұрыштап ұра берген. Қала мәдениеті дамыған елдерде барлық ғимарат алуан түрлі дизайнмен өрнектеліп, сан түрлі материалдан сыңғырлап тұрады. Бір үйді шыныдан, біреуін ағаштан, тағы бірін күйген кірпіштен соға береді. Сәулетшінің қиялын неғұрлым ұшқыр болса, қаланың келбеті де соғұрлым тартымды болады. Сондықтан да батыста қиялға бай сәулетшілер бақуатты өмір сүреді. Бірақ бұл саладағы білім мен білік іргетасқа келгенде жүрмейді. Себебі кез келген ғимараттың іргетасы сұлулық пен дизайнды емес, мықтылық пен беріктілікті талап етеді. Қиялың миллион жерден ұшқыр болса да, іргетасқа жаңалық енгізе алмайсың. Фундаменттің бір ғана талабы бар. Арматураны жиі тастап, бетонды құя алмайсың. Арматура мен бетонды неғұрлым қою болса, іргетасың да соғұрлым мығым болады. Мұндай фундаменттің үстіне 100 қабатты үй соқсаң да былқ етпейді. Құдай ұрып іргетастан арматура мен цементті аядың ба, өзіңе обал жоқ. 7 ағайынды жұттың бірі зілзала. Бір күні ғайыптан тайып сілкінетін болса, үйіңмен бірге үйіндінің астында қаласың. 2023 жылдың ақпан айында Түркияда 7-8 балдық жер сілкінісі болғанда, үлкендігі Шымкентте 10 қаласы жермен жексен болды. Бүкіл әлем әлеуметтік желіден тапа-тал түсте, сырты бүтін, іргетасы түтін, неше түрлі жарқыраған, жайнаған дизайны сылаң қаққан әдемі үйлердің бірінен соң бірінің күл-талқан болып қирағанын көзбен көрді. Алғашқы паника басылған соң апаттың адами себептерін тексеру басталды. Бәленің бәрі іргетасқа барып тірелді. Жемқорлық жайлаған жерлерде құрылыс компаниялары фундаментке қажетті қымбат материалды барынша үнемдеуге тырысады. Олай етуіне екі себеп бар. Біріншіден, зілзаланың қашан болатынын Алладан басқа ешкім білмейді. Сондықтан әзірге жер сілкіне қоймас деп жеңілдікке салынады. Екіншіден, фундамент көрінбейді. Жер астында көміліп қалғандықтан елдің дені оған мүлде мән бермейді. Арматура мен бетон егіз материал. Арматура болмаса фундаменттің иілгіштік, созылғыштық қабілеті жоқ. Яғни зілзалада жер астынан келген ауыр соққыны арматура қабылдайды. Арматура созылып қайта қалпына келе алады. Әрі ғимараттан түскен ауыр салмақты жердің астына оп-оңай өткізіп жібереді. Ал егер бетон болмаса, арматура коррозияға ұшырайды. Аз уақытта ылғалданып, тоттанып, тозып кетеді. Сондықтан сейсмикалық аймақтарда ірі ғимарат соққанда арматураны аямайды. Осыған қарап, мынадай аналогия жасауға болады. Ғимаратты екі нәрсенің құлатпай тұрғаны сияқты, адам болмысында екі феномен тіреп тұрады. Тас қылып қатырып тастайтын бетонды үйілуді білмейтін діннің догмасы мен иман шарттары деп алсақ, иіліп созылатын арматураны өнер саласын өрнектеп тұратын мәдени өнімдерге ұқсатамыз. Арматура зілзаланың соққысын бойына сіңіріп алып, ғимаратты қалай құлатпай ұстап қалса, кеудеге құйылған мәдени құндылықтар да өмірдің ауыр соққысын шыбын жанға дарытпай, сенімді қалқан қызметін атқарады. Сондықтан да қақ дін мен саф мәдени құндылыққа қанып өскен кісілер өмірдің бүкіл соққысына төтеп береді. Өмірлерін әманда жеңімпаз нотада аяқтайды. Тіпті олар нақақ ұсталып, сотталып, атылып кетсе де, өнегелі өмірі мәңгілік болмысқа айналып, кейінгі ұрпағының жанына жалау болып тұра береді. Әңгімеге арқау болған бойжеткеннің ұтымды уәжіне оралайық. Фундаментті құйғанда сәулетші де ерік қалауы болмайды. Ол қаласа да, қаламаса да, ұнатса да, ұнатпаса да, фундаментті екі ғана материалдардан құяды. Адам болмысының рухани іргетасын қалайтын кезде біздің ерік қалауымыз жоққа есеп. Біз қаласақ та, қаламасақ та, ұнатсақ та, ұнатпасақ та, баламыздың бойына мыңдаған жыл сүзгіден өткен қазақтың қисса, дастан, аңыз, жыр, ән, күй, ертегі сияқты құндылықтарын құямыз. Осы абзацты оқығанда мына нәрсеге сақ болыңыз. Құндылық туралы айтқанда әр жастағы баланың тыңдауы тиіс тақпағы мен санамағы бар екенін ескергеніңіз жөн.
Мысалы, бесіктегі бала әлдиден басқа әуенді қабылдай алмайды. Сол сияқты 4 жасар бала санамақ пен тақпақты ғана тамақсынады. 6 жасар бала ертегіге құмар. Одан асқандары қисса аңыздарды құмарта тыңдайды. 10 жастан асқасын батырлар жырына қызығады. Бұл тәртіпті бұзуға болмайды. Вундеркинд идеясымен өлердей ауырған кей ата-аналар баласын өсірудің орнына өшіріп алды. Олар 6 жасар баласының Абайдың ауыр өлеңдері мен күрделі қара сөздерін жаттатады. Онымен де қоймай, баласын Абай оқулары жарысына қатыстырып, республиканың бүкіл аймағына сүйрей берген. Мұндай бала өскесін Абай өлеңдерінің бетіне қарағысы да келмейді. Себебі 60-тағы Абай оның 6 жасындағы балалық қызығының бәрін тартып алғандай көрінеді. Есейгенде табиғи жолмен даритын даналықты 6 жаста қинап үйретем деп, баласын нағыз ілімнен біржолата шошты болады. Бұдан бөлек әсіресе 2-4 жасар балаға кәдімгідей қауіп төніп тұрады. Бұл жастағы балаға смартфон беру өте қауіпті. Эго шекарасы анықталып, сананың тамыры енді жайылып жатқанда баланың миы смартфонның кесірінен басқа реалға өтіп кетуі мүмкін. Қазір саны күрт өскен цифрлық аутизмнің негізгі себебі осы болып тұр. Модерн ата-ананың тағы бір қателігін еске саламыз. Олар баласына осындай құндылық құйған кезде бесіктегі бала осыны түсінеді дейсің бе? Немесе бұларды не үшін жаттатам? Ол бәрібір не жаттап тұрғанын түсінбейді деп, бұл нәрсеге ат үсті қарайды. Балақайлар бұл жаста ештеңені рационалды пайыммен түсінбейді. Қызығып тыңдаса жетіп жатыр. Құндылықтың трансцендентті мәні оған бейсаналы түрде әсер етіп тұра береді. Зигмунд Фрейд баланың бейсанасын туғаннан 6 жасқа дейін қабылдаған ақпаратымен қалыптасады десе, Карл Густав Юнг адамның бейсанасы индивидуалды емес, ұжымдық болады. Адамзаттың жүріп өткен бүкіл сана сезімі, эволюциясы түп санамызда шөгіп жатыр. Олар бізге бейсаналы тұрғыда әсер етеді деп пайымдайды. Карл Густав Юнг әрі қарай бүйдеп айшықтайды. Біздің болмыста санадан бөлек бейсана әлемі бар. Бейсананың үстіңгі қабаты сөз жоқ. Тек жеке танымнан өніп шығады. Осыған орай оны өзіндік бейсанам деп атадым. Бірақ оның өзі тамырсыз емес. Өзіндік бейсанам деп түпсіз терең тағы бір аймақтан нәр алып шығады. Тереңдігі бұл аймақ пен пенденің жеке тәжірибесінен жиналмаған. Яғни, адам оны жеке өмірінде оқып-тоқып, яки қателесіп, одан сабақ алып үйренбейді. Бейсанада түзілген бұл қабат бізден туғаннан бар. Сондықтан да мен оған ұжымдық бейсана деген атау бердім. Неге ұжымдық? Себебі ол сенің жеке санаң емес, ол универсалды сипатқа әуелден ие. Енді бір сұрақ туады. Жеке бейсанадан ұжымдық бейсананың не айырмашылығы бар? Жауабы былай. Ұжымдық бейсананың мазмұны әмәнда ортақ және барлық кісіде ұқсас болып келеді. Осылайша барлық адам ұрпағына ортақ сананың төменгі бір қабаты бар деп атаймыз. Яғни Нұхтың кемесі, Сүлейменнің жүзігі, Дәуіттің ұста болғаны, Адам-ата мен Қауана жайлы аңыздар барлық халықта бар. Бұл ұжымдық сана. Сенің миыңның бір қатпарында осы аңыздар архетип болып тұра береді. Ал жеке меншік сана сенің бесікте жатқан сәттен бастап жинайтын жеке тәжірибең. Ұжымдық бейсана адамзаттың ортақ қазынасы. Ол жеке адамның өмірлік тәжірибесімен бірге дамымайды. Ол біз тумай тұрып бартын. Барлық архетиптер ұжымдық бейсанада өмір сүреді. Бейсанадағы даналық пен тәжірибе сол архетиптер арқылы санамызға жалғанып бойымызға дариды. Біз даналықты солар арқылы қабылдаймыз. Біз бұл жерде қай ғалымның пайымы дұрыс деп әуреге түспейміз. Дәстүрлі жолмен қазақтың классикалық құндылығын баламыздың құлағына құйған кезде Зигмунд Фрейдтің да, Густав Юнгның де теориясы расталып тұра береді. Бесік жырын шырқасақ, тал бесіктен бастап сәбидің жеке меншік санасын дұрыс қалыптастырамыз. Ал діни қиссалар мен батырлар жыры болса, баланың ұжымдық бейсанасын оятады. Қай тараптан түссек те, қазақи тәрбие әмәнда ұтысқа шығады.